Көмей буындарының жалпы саны 3, барлығы жұп болып келеді. Біріншісі артикуляция крикотироиды, сақина қалқандық буын. Бекитін орны қалқанша шеміршегінің төменгі мүйізі мен сақина тәрізді шеміршегінің латеральды буындық беті. Екіншісі артикуляция крикоаретиноиды, сақина ожаулық буын. Бекитін орны сақина тәрізді шеміршегінің ожаулық буындық беті мен ожау тәрізді шеміршек негізі. Үшіншісі артикуляция аретинокорникулаты, мүйіз ожаулық буын. Бекитін орны ожау тәрізді шеміршек ұшы мен мүйіз тәрізді шеміршек негізі. Келесі көмей мембраналары, олардың да саны 3. Мембрана тироиды, қалқанша мембранасы. Төменгі жағынан қалқанша шеміршегінің жоғарғы қыры мен жоғарғы мүйіздеріне бекісе, жоғарғы жағынан тіл асты сүйегіне бекиді. Екіншісі мембрана квадрангулярис, төрт бұрышты мембрана. Көмей үсті шеміршегінің бүйір қырлары мен ожау тәрізді шеміршек арасын жалғайды. Төменгі мембрананың жоғарғы бүйір қырларын плика ариэпиглотика, яғни ожау көмей үсті қатпары құрайды. Ал оның төменгі бөлігінде сына тәрізді шеміршек төмпешігі орналасады. Сонымен қатар төрт бұрышты мембрананың төменгі бос бөлігінде плика вестибулярис, кіреберіс қатпары орналасады. Үшіншісі мембрана крикотироиды, сақина қалқанша мембранасы, аттас шеміршектер арасын жалғайды. Енді көмей байламдары. Лигаментум тирахеидум медианум, қалқанша тіл асты орта байламы. Қалқанша мембранасының қалыңдаған орта бөлігінде орналасады. Сонымен қатар қалқанша мембранасының шеткі жағында қалқанша шеміршегінің жоғарғы мүйізі мен тіл асты сүйек арасы да қалыңдаған. Бұл жерде лигаментум тирахеидум латерали, қалқанша тіл асты латеральды байламы орналасады. Бұл байламның ортасында дән тәрізді шеміршек кездеседі. Келесі лигаментум крикотрахеали, сақина кеңірдек байламы. Ол сақина тәрізді шеміршектің төменгі бөлігі мен кеңірдектің бірінші сақинасын жалғайды. Лигаментум хиаэпиглотикум, тіл асты көмей үсті байламы. Ол тіл асты сүйегінің жоғарғы шекарасы мен көмей үсті шеміршегінің алдыңғы бетіне бекиді. Лигаментум тираэпиглотикум, қалқанша көмей үсті байламы. Көмей үсті шеміршегінің сабағы мен қалқанша шеміршегінің артқы бетіне бекиді. Лигаментум крикотироидум медианум, сақина қалқанша орта байламы. Сақина қалқанша мембранасының қалыңдаған ортаңғы бөлігінде орналасады. Оның төменгі бөлігі сақина тәрізді шеміршек доғасы мен жоғарғы жағы қалқанша шеміршегінің төменгі шекарасына бекиді. Оның қалың латеральды бөлігі конус эластикус деп атайды. Ал оның қалыңдаған жоғарғы бөлігінде лигаментум вокалис, дауыс байламы орналасады. Ол ожау тәрізді шеміршегінің дауыстық өсіндісімен қалқанша шеміршегінің ішкі бұрышына бекиді. Сыртынан шырышты қабатпен жабылып, бірге плика вокалис, дауыс қатпарын түзеді. Ал ол өз кезегінде адамның дауысын қалыптастырады. Бүгінге осы. Арнаға жазылып, қолдап кетуді ұмытпаңыздар. Рахмет.